Ақтөбе қаласы, номер 38-ші қазақ орта мектебі. Қалабаева Әйгерім Бақтыбайқызы, ағылшын тілі пәні мұғалімі. Педагогикалық ұстанымым: маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат. Өйткені мұғалім мектептің жүрегі. Ыбырай Алтынсарин. Басты мақсатым білімді ұрпақ тәрбиелеу. Ел болашағына өз үлесімді қосу. Менің ұстанымым: мұғалім күнде үйренуі керек. Ол үйренуді тоқтатқанда мұғалім болудан қалады. Шұбарқұдық гимназиясында 11 жыл білім нәрімен сусындап, түрлі байқауларға қатысып, білімімді шыңдап, аудандық, облыстық, республикалық олимпиадаларда бой көрсеттім. Білім бәсекесінде ғана емес, өнер жолында да біраз жетістіктерге жеттім. Сонымен қатар, мектепті алтын белгіге бітірдім. 2018 жылы Алтын ұя мектебімнен түлеп ұшып, Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетіне 2 шет тілі мамандығына оқуға түстім. Жоғары оқу орнының қабырғасында жүріп, сабағыммен қатар қоғамдық жұмыстарға, жарыстарға белсене қатысып, өзімнің білімімді шыңдай түстім. Факультетаралық, республикалық, интеллектуалдық сайыстарға қатысып, жүлделі орындарды иеленіп жүрдім. Өзімнің жеке мақаламды Қазақстан жастарының 100 жаңа есімі атты байқауда жарыққа шығардым. ақш-тың халықаралық дәрежеде өтетін Global Youth Program жобасында бой көрсеттім. 2020 жылы Қазақстан Республикасы Білім өркениеті ұлттық инновациялық ғылыми зерттеу орталығының ұсынысымен үздік студент мәртебесін иелендім. Жұбанов университетінің атын шығарып, осы сияқты көптеген жетістіктерге жеткенім үшін ректордың алғыс хатын иелендім. Курс студенттерінің арасында оқу үлгерімім ең жоғары болғандықтан, практиканы Назарбаев зияткерлік мектебінде өткіздім. Практика барысында озық технологиялармен жұмыс жасау, сабақ оқыту үдерісінде қолданылатын көптеген түрлі әдіс-тәсілдермен білімімді толықтырдым. Тәжірибе алмасу арқылы білмегенімді үйреніп, білгенімді одан әрі жетілдіре түстім. 2022 жылы 2 шет тілі мамандығының қызыл дипломын қолыма алып, номер 38-ші қазақ орта мектебінде ұстаздық қызметті бастадым. Бабаның білім жолын қуындым мен, ұстадым тектіліктің туын кімнен, адайдың дара тұлға ұрпағымын, өзімнің бастайыншы туындым мен. Ұстаздық болды менің ұнатқаным, байқасам арманымнан жырақтамын. 18 мың ғаламнан таңдап жүріп, 38-ші мектепке мен тұрақтадым. Басында қобалжыдым, торыққанмын, мектеп өмірін көруге қорыққанмын. Қорқыныш артта қалды, себебі мен өте жақсы ұжымға жолыққанмын. Ұжымым мен келгенде аялады, көңілім жақсылықты саялады. Жолдас қызы Бибігүл апайымыз ешқандай да көмегін аямады. Бұл өмір маған биік белес берді, қорқытты, қиналдырды, елес берді. Сол сәтте Бимаш апай, Свет апай мен Жанар апай бөлісіп тәжірибемен кеңес берді. Бұл жалған басқанымен бармысымды, мен бірақ маман болам нар мүсінді. Лариса Шашчадиновна басшымызға ерекше айтқым келет алғысымды. Ол менен қорқынышты қуып берді, кірлетпей жігерімді жуып берді. Алғашқы дебютіңді жасайсың деп, белімді мықты қылып буып берді. Оқушылардың көзіндегі зор ұшқынды көргенде, мұғалім болу зор бақыт екенін түсіндім. Еңбек етсем ерінбей, бақытыма сенемін, мақсатыма жеткізер, уақытыма сенемін деп ақын ағамыз жырлағандай, мен де жан-жақты дамыған шәкірттерді дайындауда шаршамай еңбек етіп, және сол еңбегімнің зая кетпеуіне сенемін.